Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңғақ қосылған булочка рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жылы суға шекер және ашытқы салып, ерігенше араластырамыз. Үстіне тұз саламыз және 3 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Аз-аздан астық сала отырып, қамыр елейміз. Үстіне 1 ас қасық қалған сұйық майды құйып, тағы да жақсылап иін қандырамыз. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат өтті, қамырымыз жақсы көтерілген. Осы қамырды енді 2-ге бөлеміз. Бөлген қамырымызды оқтаумен жайып шығамыз. Жаңғақты уатып шығамыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Үстіне шекеріміз саламыз. Корица саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жаңағы жайылған қамырдың үстіне жаңғақ пен шекерімізді сеуіп шығамыз. Екінші қамырымызға да алып қоюды ұмытпаймыз. Қамырымызды рулет етіп орап шығамыз. Рулетімізді кішкене бөліктерге кесіп шығамыз. Кесілген рулеттерді противенге салып, үстін орамалмен жауып 20 минутқа қоя тұрамыз. 200 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіреміз. Жаңғақ қосып пісірілген булочка дайын. Қараңыздар. Шаймен ішуге керемет үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Ас болсын.